Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін мен сіздерге 139 сабақпен таныстырып, соның шарттарына сәйкес есептердің шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бірінші есеп бойынша мына есептер орындалады. Орындалған есептің жауаптарын мына астына әріптермен сәйкес, яғни жауапқа сәйкес келетін әріптерді теріп шығу арқылы бір сөз, яғни термин сөз келіп шығады. Ол үшін, яғни 10.000-ды 250-ге бөлесіңдер. 10.000-ды 250-ге бөлу кезінде жауабы 40 шығады. 175.500-ді бөлесіңдер. 500-ге 351 шығады. 250-ді 8-ге көбейтеміз, ол кезде 2000 шығады. 42.142-ні бөлесіңдер 2-ге, бұл жерден 21.071 шығады. Келесі 848.400-ді 2-ге бөлеміз, ол кезде 424.200 шығады. Одан кейін 560.000-ды бөлесіңдер 800-ге, 700 шығады бұл жерден. 42.006-ны 6-ға бөлеміз, бұл жерде 42.000-ды 6-ға бөлген кезде қанша шығады? Яғни 6-сы 1-ді береді, 42.000 7.000-ды береді, сонда 7.001 болады. 1212-ні 4-ге көбейтеміз, 4848 шығады. Енді осы әріптерін теріп шығасыңдар мына жерге жауаптарын. Осы жауаптарына сәйкес сөз шығады. 424.200 Е, 700 деген қай жерде Т болды, 48.000 4800 О болды, 7.001 деген Р болды, 21.071 Т болды, 2000 дегеніміз Е болды, 351 деген И болды, 40 деген М болды. Метеорит деген сөз шықты, яғни термин сөз. Келесі тапсырма. Есепте дейді, яғни тағы бір есеп берілген. Бұл жерде 5210 азайған К қосылған 18122 бөлінген 26. Бұндағы К дегеніміз 854 және 3129. Бір есебін шығарту жолын ретімен көрсетіп берем. Келесі есепті дәл осылай орындайсыңдар. 5210 азайған К-ның орнында 2 нұсқа берілген. Міне. Соның бірінші есебінде мына бірінші санды қойып орындаймыз. Тағы астына бөлек мына санды қойып, К-ның орнына мына санды қойып, тағы есептеп көреміз. Түсінікті қой. 5210-нан азайтамыз. Бірінші 854-ті. 854 қосылған 18122 бөлінген 26. Осының жауабын анықтап аламыз бірінші. Бұл жерде бірінші бөлу, азайту, сосын қосу болады. Келесінде дәл осы есепте 5210 азайған 3129 қосылған 18122 бөлінген 26. Осылай бұл жерде де бірінші бөлу, қосу, сосын азайту орындасаңдар болады. Я болмаса азайтып, содан кейін қоссаңдар да болады. Кейінгісі, яғни А-ның орнында 48.000 және 54.000-ді қойып орындайсыңдар. А-ның орнына 48.000-ді қоямыз бірінші шарты бойынша. Бөлінген, жақшаның ішінде 25, көбейген 4, көбейту 3. Бұл жерде де бірінші көбейтіп, содан кейін көбейтіп алып, кейін бөліп тастасаңдар болады. 100, 100-ді 3-ге көбейтсек 300, 48.000-ді 300-ге бөлесіңдер деген сөз. Кейінгісі 54.000, оны да бөлеміз 25, көбейген 4, көбейген 3 тең деп жауабын анықтайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада өрнектерді жаз, өрнектердің берілген мәні бойынша олардың мәнін тап. Жұмысшы қорап әзірледі. Яғни жұмысшы
С қорап әзірледі. Бұл жасау керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап әзірлеу керек? Мұндағы сымыз 2900. Яғни жұмысшы С қорап әзірлеген. Бұл орындау қажет болған қораптардың 9-дан 1-ақ бөлігі екен. С дегеніміз ол 9-дан 1 бөлігі ғана. Демек, ол толығымен қанша қорап орындау керек деген сөз. Демек, бұл жерден біз былай есеп құрастырсақ болады. С-ны көбейтеміз қаншаға? 9-ға. Яғни бір сымыз 9-дан С деп тұрғанымыз ол 9-дан 1 бөлігі болып тұр екен. Енді қалған 9 бөлігін табу үшін С-ны 9-ға көбейтеміз. Сол кезде С-ның орнына 2900-ді қойып көбейтеміз 9-ға. С-ның орнында 2900 болды. Енді жауабын анықтаймыз. 2900-ді 9-ға көбейтеміз. Сол кезде жауабы 26100 шығады. 26100. Келесі, аудармашы мәтіннің Б бетін аударды. Бұл аудару керек беттің 9-дан 3 бөлігін құрайды. Барлығы қанша бет мәтін аудару керек? Б деген 27 екен. Ол, яғни, барлық беттің 9-дан 3 бөлігі екен. 27 деген ол 9-дан 3 бөлігі екен. Демек, 27-ні бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 9-ға. Яғни, бұл жерде бірінші өрнек құрастырып алатын болсақ, Б бөлінген 3 көбейген 9. Яғни, Б дегеніміз аударылған бет, 9 көбейт бөлі 3 дегеніміз, яғни қажет болған беттің 9-дан 3 бөлігі деп тұр. Яғни 3 бөлігі орын алған. Сол жерден 1 бөлігін табу үшін 3-ке бөліп 9-ға көбейтеміз, сонда толық 1 бүтін шығады. 27-ні 3-ке бөлдік, 9, 9-ға көбейттік 81. Яғни бұл толығымен 81 бет болу қажет екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма 4-ші есеп. Амалдар бойынша шығар. Қанша амал бар? Өрнек құрастыр. Автобекетте 1000 мәшине бар. Олардың 385-і жеңіл, ал қалғаны жүк мәшинелер. Жүк мәшинелердің 5-тен 2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілді. Автобекетте неше жүк мәшине қалды? 1000 мәшинеден азайтамыз 385-ті. Ол жеңіл машиналар шығып кетеді сонда. 1000-нан азайтамыз 385-ті. Мына 5 болады, мына жерде 1 болады, мына жерде 6 болады, 615 шығады. Қалғаны жүк мәшина. Яғни жүк мәшиненің саны 615 екен. Соның 5-тен 2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтіліпті. Демек 5-тен 2-сін табуымыз керек, 615-тің. Ол үшін 615-ті тең 5-ке бөлеміз. Тең 5-ке бөлінген 5 бөліктің 2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілген. Автобекетте неше жүк мәшине қалды? Қалғанын табу үшін бірінші 5-тен 2-ні тауып алсақ та болады. 2 жолы бар. Я болмаса, мына жерден 5-тен 2 деп тұр ғой. Демек, қалғаны қанша болады? 5-тен 5-тен азайтамыз 5-тен 2-ні. Сонда 5-тен 3 болады. Қалғаны 5-тен 3. Яғни автобекетте 5-тен 3 бөлік машина тұр. Демек, 615-ті 5-ке бөліп, 13-ке көбейтсек те болады. Я болмаса, 615-ті 5-ке бөліп, 12-ке көбейтіп, және мұна 615-тен сол санды азайтуға да болады. Осындай жолдар көп. Мен осы бір жолын көрсетемін. 615-ті 5-ке бөлеміз. 123 шығады, 13-ке көбейтеміз. 369. Яғни автобекетте 369 машина қалыпты. Қалғаны, яғни техникалық байқаудан өту үшін кеткен деп тұр ғой. Келесі 5-ші тапсырма. Бұл жерде амалдарды орындалу реті анықта және өрнектердің мәнін тап деп тұр. Орындалу реті бойынша бірінші кез келген жерде жақша орындалады. Содан кейін көбейту, сосын қосу орындалады. Содан кейін жауабын шығарасыңдар. Жақшаның іші көбейту, азайту бұл жерде де. Сосын жауап шығады. Жақшаның іші көбейту, азайту. Жақшаның іші көбейту, азайту болады. Содан кейін жауабын анықтайсыңдар. Бұл есептер сендер үшін қиын емес деп ойлаймын. Келесі тапсырмада қандай теңдеулердің шешу алгоритмін толық орындамай-ақ x-ның мәнін табуға болады. Осы жерде қайсы теңдеудің, яғни шешу жолын анықтамай тұрып, алгоритмін орындамай тұрып, жауабын көрсетіп беруге болады деп тұр. Ол үшін не істеуіміз керек? Бұл жердегі теңдеулерді көріп тұрғандарыңдай, мынадай теңдеулер берілген. Мысалы, мына екінші теңдеуде, мына теңдеуде. Осы теңдеуде x-ға 4005-ті қосқан, одан 470-ті азайтып тастаған.
Кейін жауабы 4005 шығу керек екен. Яғни 4005 деген мына жақта да берілген. Яғни бұл жақшаның ішінде қосылып тұрған саннан 470-ті азайтып тастағанда қайтадан 4005 шығу керек екен. Демек, x-тің мәні 470 болады. Яғни бірінші 470-ті қосады, содан кейін жақшадан шыққаннан кейін 470-ті азайтып тастайды. Сол кезде қайтадан мына сан шығу керек. Яғни осы жерден байқап тұрсыңдар ғой, келесі есеп, мына есепте де дәл солай. Бірінші x-ті 751-ге бөледі. Сонда 1789-дан мына жерден шыққан жауапты азайтса 1788 шығады екен. 1789-дан қаншаны азайтсақ 1788 шығады, әлбетте 1-ді азайтсақ. Демек, x-тің мәні 1 шығу керек бұл жерде. Мына амал, мына жердегі амал. X-ті 751-ге бөлген кезде 1 шығу керек. Сонда 1789-дан 1-ді азайтамыз, 1788 шығады. Демек, мына жерден 1 шығу үшін x-іміз тең болу керек 751-ге. Яғни 751-ді 751-ге бөлген кезде ғана 1 шығады. Демек, осы екеуіне ешқандай мына теңдеудің орындалу алгоритмісіз, шешу алгоритмісіз анықтап алуға болады екен. Басқа есептерді, мына есепте де сондай жағдай бар екен, міне көріп тұрғандарыңдай. Яғни 87546-дан 4587-ні азайтып, және оған бір санды қосқан кезде 87546 шығады екен. Яғни мынау сан қайтадан шығып тұр. Көріп тұрсыңдар ғой. Енді бұл сан өзінде сақталып қалу үшін бірінші мынадан 4587-ні азайтып тастады. Енді қайтадан оны толықтыру үшін қайтадан 4587 қосу керек. Демек, x-тің мәні 4587 деген сөз. Яғни көріп тұрғанда мына саннан мына санды азайтып тастадық, және оған бір сан қостық. Ол сан қайтадан 4587 болу керек. Сол кезде ғана мына сан қайтадан өзіне келеді. Ол сан міне жауабында көрсетіп қойған. 87546 деп. Түсінікті ойы. Келесі тапсырма, мына тапсырмада тұр. Бірінші тапсырмада. Бұл тапсырмада дәл солай. Қараңдар, x-қа 7836-ны қосыпты. Және одан қайтадан 7836-ны азайтып тастапты. Демек, x-тің өзі қалады ғой бұл жерде, дұрыс па? Мына санға 7836-ны азайтып тастап, оған қайтадан 7836-ны қоссақ, x-тің мәні орны бойынша тұра береді. Сол кезде x-тің мәні қанша шығады екен? 20546. Яғни 20546-ға 7836-ны қосып, және 7836-ны азайтып тастасақ, мына екеуі жойылып кетеді. Сонда x-тің жалғыз өзі қалады. Оның мәні 20546 екен. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Жетінші тапсырма. Серік күшігінің бойын ай сайын жазып отырады. Күшікті алғаш сыйға берген кезде оның бойы 20 см болатын. Бір айдан кейін 36 см, 2 айдан кейін 44 см, 3 айдан кейін 48 см болды. Егер бойының өсу заңдылығы сақталатын болса, сыйға бергеннен бастап 4 ай өткенде күшіктің бойы қанша сантиметр болды деп сұрап тұр. Яғни өсу реті болып тұр бұл жерде. Күшікті берген кезде ол 20 см болған, ол 36-ға көбейген. Демек, 36-дан азайтамыз 20-ны. Яғни өсіп 36 болған ғой. Қаншаға өскен? Бір айда 16 сантиметрге. Келесі айда 44 болыпты. Демек, 44-тен азайтамыз 36-ны. Сонда мына жақта 4, 8 болады. Одан кейін 3 айдан кейін 48 см болыпты. 48-ден азайтамыз 44-ті. Сонда бұл жерде 4 сантиметр өскен. Демек, мұның бойы әр ай сайын, яғни 2 есеге кеміп өсіп жатқан екен. Бірінші айда 16 сантиметр өскен, келесі айда оның тең жартысы, яғни 8 сантиметр өскен, одан кейінгі ай оның тең жартысы 4 сантиметр өскен. Ал одан кейінгі айда оған 2 сантиметр, яғни 4-тің тең жартысы, 4-тің жартысын табамыз, бұл жерде заңдылықты тауып алдық. 2 сантиметр, демек келесі 4-ші айда ол 2 сантиметр ғана өскен. Қаншадан? 48-ден. 48-де қосамыз 2-ге. Сонда ол 50 сантиметр болған бойы. 4-ші айда оның бойы 50 сантиметр екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырманың шарты өрнек бойынша есеп құрастыр дейді. Өрнектерді орындайсыңдар, өздерің ауызша бір есеп құрастырасыңдар. Көбейту, қосу, көбейту, азайту, көбейту, көбейту, қосу. Келесі тапсырмада ғарыш туралы не білесің байқауын өткізу үшін
96 окуушун топтарга бөлдү. Әр топта А ұл мен С кыз бар. Байкауга барлыгы канча ұл катышты деп тур. Есептің сурагын өзгерт, байкауга барлыгы канча кыз катышты дейт. Бул жерде А 6-га тең, С 2-ге тең деп есептейсиңдер дейт. Демек, әр топта А ұл мен С кыз бар дейт. Bir топта. Демек, канча окуушу бар экен негизи? 96 окуушу бар экен. 96-ны бөлемиз А косуу Сга. Сонда канча топ бар экен? Канча топ бар экен чыгат бул жерден. Сосын осы жерден топту аныктоого болот. 96 бөлүнген A'гасыны косамыз, ол 6 косуу 2 деген сөз. 96-ны 8-ге бөлөмүз. Канча топ бар экен билип аламыз сол кезде. 96-ны 8-ге бөлсек, 80 10 болот. 2 12. 12 топ бар экен. Байкауга барлыгы канча ұл катышты? Енді әр топта А ұл, С кыз бар екен. Демек, әр топта 12 топ бар негізі. 12 топты анықтап алдық. Енді 12-ні көбейтеміз Аға, яғни бір топта А. A'даны ұл бар екен. Демек, 12-ні көбейтеміз 6-ға, тең 60-72 шығады. Содан кейін әр топта, яғни С кыз бар. С дегеніміз 2 болады. 12 топ, 12-ні 2 көбейтеміз 24. 2-ні қоссақ, жаңа айтқан 96 шығады, яғни бұл жерде. Ұл балдар 72, қыз балдар 24 екен. Есептің сұрағын өзгерт, байқауға барлығы қанша қыз қатысты. Яғни есептің сұрағын өзгертіп, осы сияқты бір есеп құрастырсаңдар болады. Есептің сұрағын өзгертіп, мына жердегі сандарды да өзгертсеңдер болады. Осы сияқты есептер құрастырып орындайсыңдар.